Бірден керек болса айт, көмектесем деген сияқты. Екеуміз таныстық басталып жатқан кездерде. Қалайсыз Диана ханым, қасиет сейсем қабыл болсын. Негізі о жерде әңгіме былай ғой, Диана ханым, просто басқа елде жүргеннен кейін мен де ондай ситуацияда болғам, үлкен қалада жалғыз өзім қалған кезімде ше. Просто бұл қыз баласы болғаннан кейін мен бұны как сестренка ретінде қабылдап, ол маған байеке деп, сол жерде мен айтқаным бар, финансово, физически, морально, материально қандай нәрсе болады? Мен қолымнан келгенше деп атым да, мен енді прям сверхъестественный адам емес. Жоқ, Жандос, сен мен бар екен білесің ғой. Мен бар екен білесің. Ол кезде сен жоқтығысың. Қалай жоқтығысың? Негізі айта кетсе ол Диана ханым боламасың деген несі? Ол кезде бар ма еді, жоқ па еді, Аида? Таныстық басталған кез. Негізі Жандос басына мен келгеннен бері поддержка беріп жүр. Нұрдәулет менің телефонымды өзі алып ақтарып қарай береді да, мен ештеңе жасамаймын сол кезде көріп қойған. Жоқ, мына жерде ше Аида мен как будто саған басқаша нәрсе айтып жүрген сияқты көрініп тұр. Қалай бар, солай айтып берші, бала түсінбей жатқан. Ол өзі көрген екен, өз көзімен тауып алған ғой. Жоқ, енді ол жерде Нұрдәулет сен бір қызғанатындай бір повод бар ма? Жоқ, мен қазір бұл жерде айтсам, Ақтөреге айтқанда саған айтатын едім, дұрыс па? Біз оны сөйлестік. Сол кезде айттым, өйтіп қатты жақын сөйлеспе деген сияқты. Дұрыс қой, Диана ханым? Сен де бір ретте столовойда отқан кезде шоколад әкеп бергенің бар ғой. Алдында мен саған өзіңе бердім. Өзім мен бар, мен өзім әкеп беремін сол шоколадты деп. Диана ханым, шоколад деген кішкене төмендеу әңгіме, бірақ сонда да ше шай ішейін деп жатыр екен. Мен қалтаны бүйтсем шоколад жүр екен. Мен постоянно магазинде шоколад аламын ғой. Сөйттім де буш дем, буду деді. Онда ала сал деп біраздан кейін шашымды істеп атсам, рахмет деп шоколадты әкеп тұрып тұр. Диана ханым, негізі былай қарап отырсаңыз, Диана ханым, негізі Нұрдәулет. Тұра тұр. Мен ол шоколадты не үшін апарып бердім? Ол осы звоноктарын, жазған хаттарын мен білмегенде, мысалы мен өйтіп не қылмайтын едім. Мейлі жібер. Шынымен жаңағындай оймен бере салған шығар деген сияқты. Мен сол звоноктардан кейін, сол хаттардан кейін барып апарып бергенім бар. Получается, сен менен қызғанасың, Қызғанады. Сол әрекеттер деген айтайыншы болса, негізі Нұрдәулеттің қызғанышы орынды деп ойлаймын. Диана ханым, енді Жандос білмеймін, енді қаншалықты сенің енді, конечно, жанашырлығың бар шығар, бірақ енді қыз баласы таныстық үстінде жүргеннен кейін бүткіл физически, морально, финансово барлық нәрселерді Нұрдәулеттің өзі көмектеседі деп ойлаймын. Және де Диана ханым, мята кім Мөлдір де, қош келдің Мөлдір, жазылып кетсің, молодец. Негізі айтып жатсың ғой енді, Мөлдір, енді сенімсізсің деп жатсың ғой Нұрдәулетке. Мен өйтіп ойламаймын негізі. Егер де сенімсіз болса, Аида қасында отырмайтын еді. Және де енді сен ол кезде болмадың ғой, біз үшеуміз үміткер болып кеткен кезде, мен лично Аиданың көзден бір махаббат отын көрген болатынмын, қимастық Нұрдәулетке. Енді ел ағасы сізге де жауап берсем бола ма? Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, әсемге бола. Қазір айта салайыншы, қазір ұмытып кетемін просто, жасы ғой енді 31-деміз. Ел ағасы айтып жатыр ғой, әсемге бола, енді өзісі келсе бәрі дұрыс болады деп. Енді өзіміз білеміз, әсем бұл жерде келгісі келеді. Бұл жерде тек қана Ақтөренің сөзі бойынша ағасы, отбасы толымен қарсы болғандықтан сонда бір қарсылығын білдіріп жатыр деп ойлаймын. Және де енді кім Диана ханым, Нұрдәулетті көбісі түсінбей жатыр ғой, сен жаңа қызғанып жатсың Ақтөреден деп. Өйткені изначально бұл жерде Аида Ақтөремен өздері бір таныстық болды, бір виртуальный общение болды бір жыл көлемінде. Және де мүмкін бір енді махаббатқа қатты бала белгіп кеткеннен кейін, мүмкін басында бір сенімсіздік қандай болады ғой, бір ревность ұялайды деп ойлаймын. Және де Ақтөре, сен өзің ойлайсың ба, қаншалықты ол дұрыс деп ойлайсың? Енді қанша сағат болды, қайтып алып келіп жатқаныңызды айтамын да, сенімсіз деп жатсыз ғой, неге мен былай айттым сіздердің жұп болғандарыңызда 2-3 күн енді болды, телефон қарау деген енді сенімсіздік қой бір-біріне деген. Уже сендер жекелеріңе өтіп жатырсыңдар, сендер 1 жыл жүрген жоқсыңдар, 2 жыл жүрген жоқсыңдар, әйелмен күйеу емессіңдер, жүргендеріңе 1-2 аптада болған жоқ. Жаңада айтып жатсыз, қоштасқан кезде көрдік деп. Бірақ ренжімеңіздерші, мен сендерге міндетті емес деп, бірақ мен сені алған жоқ екенмін сол кездегі шынымен де эмоцияларға. Бұл жерде Диана ханым, бір-біріміздің бір сенбеушілікпен телефонымызды қараған жоқпыз. Біз просто бір-біріміздің мен қараған жоқпын. Негізі Нұрдәулет, мен саған айтайыншы. Нұрдәулет, жалпы өткен ара қатынастарыңызда, ол Эдуарда болсын, басқа болсын, сіз ойламайсыз ба, сіз кейде ұнату мен махаббатты шатастырып аламын деп? Сіз жан тәніңізбен ғашық адамның кейпіне кіріп кетесіз де, өз-өзіңізді соған сендіріп тастайтын сияқтысыз. Мен Аиданы сүйем, Аида үшін бәріне дайынмын деп. Бірақ мына жерде шын мәнісінде қандай құбылыстар болып жатқанын сіз білесіз бе? Өйткені сіз кәдімгідей ғашық адамның кейпінде жүресіз, қыздан да сондай деңгейдегі сезімді талап етесіз, ал қыз ондай дүниені сізге әлі бере алмайды, ондай сезімді. Өйткені бұл танысудың бастапқы бір кезеңдері болып жатыр. Ал сіз бірден болды, мен ғашықпын, ешкім қарамасын, қыз ешкімге қарамасын, ешкім оған жазбасын, сөйлемесін дегендей. Және өткен ара қатынастарда бұл қателік негізінде